ақша нарығындағы цифрлық заман келіп жетті да? Шет жағасын айтып кетсең. Басы 2009 жылдың басынан басталды. Бір-екі күнде 118 мың долларға бір барды. Кезілген банктық есепшот, ол ақша сіздікі, ереже басқаныкі. Кезілген уақытта блоктап тастай алуы мүмкін, шектеу қоюы мүмкін. Яғни ереже сіздікі емес. Ақша құнсызданып жатыр, сұмдық нәтижемен. Құнын жоғалтып алмауына қандай бір кепілдік бар? Инфляцияға төтеп береді, инфляциядан тіпті озып кетеді. Ешкім блоктай алмайды. Ешкім блоктай алмайды. Ал оның бәрін бұзу жаңағы жіберген биткоиннан қымбатқа түсетіндей етіп істеп қойған. Мысалы, Қазақстанда электр энергия жетіспейді деп атады. Қайда кетеді десеңіз, осыған майнинг жасап жатыр. Өтемұратов сияқты миллиардерлердің көбі осыған ақшаны салып тастаған. Болат Назарбаевтар да. Олар ақшаны қандай сенімді жерге ұстауды біледі. Армысыздар, құрметті Жаңа Қазақ каналының тұрақты көрермендері. Жаңа Қазақстанды жасайтын жаңа қазақтар. Жаңа қазақтар кім? Ол заман ағымына ілескен, жаңа заманауи небір ғылым техниканы, жаңалықтарды меңгерген қазақтар. Солай емес па? Өткен хабарларымызда біз сіздерге жасанды интеллект жайлы, робототехника жайлы біраз хабарлар түсіргенбіз. Бүгін қаржы нарығы, қаржы мәселесі жайлы. Бүгін біздің студияда қонақта математик, көп жыл математика пәнінің мұғалім болып жұмыс істеген, Назарбаев интеллектуалдық мектебінде, және де кәсіппен айналысқан, бүгін қаржы нарығында, жаңа цифрлық ақша нарығында белсенді жұмыс істеп жүрген Ерлес бауырымыз. Ерлес бауырымыз, қош келдік. Өткен жолда өзіңмен бір-екі хабар түсіруге тырысқанбыз. Содан бері біраз уақыт өтті. Бір кезде 50 жылда ел жаңа дейтін, қазір 50 күнде ел жаңа болатын жағдай келіп жатыр. Бір кездері салыстырмалы түрде цифрлық ақша дегенне фотоға түсіру бір кезде үлкен бір портретші деп айтатын, үлкен бір еңбекті, кәдімгідей кәсіби шеберлікті талап ететін мамандық болатын. Өйткені мен өзім бір кезде айналысқам, сіз де осыны көріп отырған айналысқан шығарсыз. Пленканы аласыз, оны түсіресіз фотоаппаратқа қараңғыда түсіріп, оны кейін жуасыз, проявитель, фиксаж дейді. Соның кейін барып қараңғы бөлмеде оны бір неменемен бастырып шығарасыз. Үлкен қаражат, үлкен еңбек, үлкен тәжірибе қажет ететін дүниеді, мамандық еді. Қазір 5 жастағы, 3 жастағы бала, 80-90-дағы қария телефонды алады да бүйтіп басып, фото тұрмақ, видеоны түсіріп тастайды. Менің ойымша ақша нарығындағы, енді бұдан әлдеқайда күрделі, сондай бір цифрлық заман келіп жетті да. Осы әлемде соңғы қандай жаңалықтар болып жатыр? Биткоин саласында сол жайлы қарапайым бірінші классының баласына 80-90-дағы қарияға түсінікті тілмен шет жағасын айтып кетсең. Енді бұның бәрі крипто индустрия дейді. Басы 2009 жылдың басынан басталды. Енді лақап атпен Сатоши Накамото деген кісі ең алғаш биткоиннің 2009 жыл 3 қаңтар айында майнинг жасады. Содан кейін айналасындағы соған қолдайтын энтузиастер дейді ғой, соларды жинап, бәрін онлайн түрде сөйтіп бірнеше адамдарға майнинг жасауды ұсынып, сол биткоиннің майнингі басталды. Әлі саудасы басталған жоқ. Енді ол кезде бағасы да жоқ болды. Ең алғашқы товар айналымы 10 мың биткоинді жаңа пиццаға айырбастау болды. Одан кейін 10 мың биткоинді бір 10 долларға ма, 1 долларға ма бір сатылды. Сөйтіп, міне қазір сол биткоиніміз бір-екі күнде 118 мың долларға бір барды. Бір биткоин. Енді басында енді бұған қарсыласулар көп болды. Мемлекеттік тұрғыда қарсылық болды, үлкен ұйымдар қарсылық болды. BlackRock деген американдық өте ірі компания бар, қаржы. Сол мысалы осыдан біраз жыл бұрын бірнеше рет соның компанияның басшылары айтқан, бұна биткоин деген пирамида, жаңағы бұл көбіршік деп. Ал енді қарасаңыз, қазір ең көп биткоин сатып алған, еленіп отырғандардың бірі сол. Бір кездегі айтқанына қарсы әрекет істеді. Бұл биткоин, бұның мағынасы өзі бір қаржылық тарихи кезеңнің сәйкес туындады, өз-өзінен кездейсоқ баласаған жоқ. Басы негізі 90 жылдардан бастады идея.
ол кезде өзі уағынан ерте болып қалды ма, технология сәйкес келмей қалды, интернет дайын болмай қалды. Сөйтіп 2009 жыл ондағы ең бірінші мақсаты инфляциядан сақтау болды ғой, қарапайым салымшыны. Екінші мақсаты менің ақшам, менің ережем деген қағиданы ұстану болды. Ал кезілген банктық есепшот, ол ақша сіздікі, ереже басқаныкі. Ол банктікі болуы мүмкін, кезілген уақытта блоктап тастай алуы мүмкін, шектеу қоюы мүмкін, лимит қойып қоюы мүмкін, транзакция жасағанда қанша комиссия алады, өздері шеше салуы мүмкін, яғни ереже сіздікі емес. Мен осыны қарапайым тілмен түсіндіріп кетуге тырысайын. Транзакция деген сөзді, инфляция деген сөзді көп адамдар шындығы керек түсіне бермейді. Қаржылай сауаттылық деген түсінік бар ғой, қаржылай сауаттылық. Мысалы, сіз есік алдыңызға бір қарапайым картоп ексеңіз де, ең қарапайым бір дақыл ғой. Оның өзінде қыр-сырын білмесеңіз, сіз дұрыс өнім ала алмайсыз. Қарапайым шай қайнатудың өзі әрбір әйелдің қайнатылған шайының дәмі әртүрлі болып келеді. Енді сондықтан сіз егер ақшаны қолға ұстап, ақшаны басқарғыңыз келсе, жалпы ақша жайлы түсінік адамда қарапайым болсын, түсінік болуы тиіс. Мысалы, кез келген заттың құнын бір кездері қалай адамдар өлшеді? Бір кездері мысалы оны айырбас арқылы. Осы қазақтың даласында да ары кеткенде 200 жыл бұрын мөлшермен айырбастайтын. Бір ер тоқым жасау, мысалы бір тайынша деген сияқты. Солай ғой, да? Бір жылқы 5 болмаса 10 қой деген сияқты. Бір үйдің сүйегін, кигіз үйдің сүйегін жасап беру, осынша мал, қыздың жасауын жасап беруге бір қолынды бие, болмаса бір 2 бие деп сөйтіп айтып жатады. Кейбіреуін тіпті мына сәукелесінің өзі бір 10 биеге, 10 жылқыға жасады деп жатады. Өйткені ана еңбекке байланысты, малды өсіруге қанша еңбек кетеді, жаңа сәукеле жасауға, болмаса ер тоқым жасау қанша еңбек кетеді, сонымен салыстырмалы түрде болған. Содан кейін менің есіме түсіп отыр. Енді сіздер көрермендер дұрыс түсінуге қараңыздар, тырысыңыздар, қонақ шақырып алып бәрін өзің айта бересің деп. Мен өте қарапайым бірінші сыныптың кластың баласына түсінікті, 90 жастағы қарияға түсінікті қылып айтып бере аламын. Ал келген қонақтарды көбі өз саласының маманы болғаннан кейін бұны елдің бәрі білу тиіс деп ойлайды да, ғылыми терминдерге кетіп қалады. Ал мен сіздің деңгейіңізге түсіп отырмын, өйткені мен де халықтың бірімін. Өйткені сіз мүмкін техника ғылымының докторы боларсыз, мүмкін профессор боларсыз, медицина ғылымының, ал ақшаның нарығында жұмыс істеп, бұл жайлы ақпаратыңыз болмаса, сіз одан түсінігіңіз нөлдің деңгейінде болады. Қазіргі өйткені мына цифрлық технология шығып жатыр, биткоин шығып жатыр, бағасы деген қымбаттап жатыр. Бір кезде алып алмаған адам қатты өкініп жатыр. Мен бір тарихтан оқығам, Құбылайға келіп, бір керуендер бұрын ана Ұлы Жібек жолында келіп, бүкіл дүниесін әкеледі де жібекке айырбастайды ғой. Сол кезде барып, осынша дүние деп бас айырбастайды екен. Ал енді Құбылайға келгенде айтыпты, енді қағаз ақша шығарамыз деп. Сонда бір керуен жүкті түсіріп алып, орнына бір қағазға жазылған бір ақшаға, қағазға бір жазылған сөздер, цифр, және оған Құбылай мөр салып берген. Бір будақ қағаз береді. Керуен басы айтыпты, бермеймін мынаған деп, керуен басын алған Құбылай. Ал керуен айтқан, осыған, міне сен осынша деп бағаладым, не алғың келеді, барып, жібек аласың, басқа аласың дейді. Сенген адамдар барып айырбастаған. Қағаз ақша былай қарағанда түкке тұрмайтын нәрсе сияқты. Ал енді биткоиннің құнын, оның кім қалай есептеп шығарады, осыны қарапайым тілмен айтып беруге тырысшы. Бұл енді ең алғаш биткоин шыққанда бағасы жоқ болды ғой. Бағасы жоқ болды. Бірнеше энтузиастерді ғана бар, солар майнинг жасап жатыр. Майнинг деген не? Майнинг деген қысқаша айтсақ, кезілген бір жерден бір жерге осындай биткоин кетті деген ақпаратты бірнеше адамдар растайды. Жоқ, бұны қазақша жалпақ тілмен ақша өндіру деп айтсақ болады. Иә, өндіру ғой. Ақша өндіру. Бізде айтады, печатный станок деп атады. Ақшаны басатын станок. Егер жиі жұмыс істеп кетсе, тез жұмыс істеп кетсе, онда ақша құнсызданады. Ақша құнсызданғаннан кейін инфляция деген пәле келеді. Мысал айталық. Қарапайым ғана бір ауылда бір адамдар жылқы біреу астық өндіреді дейік. Бір жылқының құны айталық қазір 500 мың теңге. Содан кейін жылқының саны шектеулі, 1000 жылқы бар, бірақ ақшаның саны да соған байланысты шектеулі болады. Содан кейін ақшаны көбірек басатын болса, ақшасы адамдар көп, жылқының саны 1000. Сол кезде бұрынғы 500 мың теңгеге енді сен бір жылқы ала алмайсың. Өйткені жылқы ақша көбейіп кетті.
500 мың теңгеге бір құлын ғана алатын болып қаласың. Иә. Болмаса бір жылқының құны миллионға кетіп қалды деген сөз. Иә. Инфляция деген қарапайым тілмен осындай ғой да. Дәл осы. Сондықтан ақшаны өндіретін биткоин деген жаңа көп адамдар отырады да, бұрын негізгі әрбір мемлекетте халық банкі деген бар, мысалы Америкада ФРС деп айтады, федеративная резервная система. Біздің Қазақстанда халық банкісі бар. Ұлттық банк. Ұлттық банк, то есть кешіріңіздер, халық емес, ұлттық банк. Олар ақшаның мөлшерін солар шешеді. Олар президентке бағынбайды, иә? Енді Америкадағы формальды түрде бағынбау керек қой. Шын мәніндегі енді біз білмейміз ғой. Шын мәнінде бағынбайды. Мен бұны тереңірек мысалы білем. Өйткені мысалы Түркияда өтті инфляция жоғары қазір. Енді ауыздықтап келе жатыр да. Құны ақшаның былай қарағанда керемет мемлекет, өндіріс шығарып жатыр. Бірақ ақшаның құнсызданып барады. Өйткені ол жерде авторитарлық режим, Ердоған кімге? Ұлттық банк айтады, экономиканы өсіру керек, ақшаны бас шығар нарыққа көбірек. Және ақшаның құнын түсір дейді. Қымбатқы ма? Мысалы бізде ұлттық банк мысалы 10-12%, 8% шығарса, онда мүлде төменмен шығарады. Бопыр ақша, қоқыс ақша көбейеді. Содан кейін оған жететін зат товар жоқ, ақша құнсызданып жатыр, сұмдық нәтижемен. Ал енді барлық дамыған елде, Қазақстанда да ұлттық банкке әуелдесеңіз Назарбаевтың өзінің бір ақыл жеткен нәрсесі болды. Ұлттық банкке оның билігі жүрген жоқ. Ол тек сенатқа бағынады. Америкада да ФРС-қа ешқандай президенттің құқы жүрмейді. Сондықтан ал енді жаңағы биткоинда егер жаңағы айттым ғой, инфляцияны сақтау үшін деді, бір неменесі. Түркиядағы жағдай сияқты болмаса көптеген елдерде, кезінде Совет өкіметінде де ақшаның құны мүлде жоқ болды. Солай ғой ақшаның құны. Оның Совет өкіметі құлаған кезде ақшамыз бір кездегі 20-30 жыл жинаған ақшаңа бір көйлек алатын болып қалды. Өйткені Совет өкіметінде зат жетіспеді, ақша көп болды. Инфляция болды. Бұл авторитарлық режим, өйткені мемлекетті солар басқарып отырды. Қанша шығару керек екен? Ал биткоинда қанша мөлшерде шығару керек екен? Оның инфляцияны сақтаудың механизмі қандай? Ол біріншіден биткоиннің санын шектеді, 21 миллион биткоиннан аспау керек. Ал әрбір 4 жылда өндірген өндірісі 2 есе азайып отырады. Әрбір 4 жылда. Сонда ең көп биткоиннің саны сонда алғашқы 4 жылда шығады. Біріншіден сол кезде ең көп биткоин шығады, және ол кезде майнинг жасайтын адамдардың саны салыстырмалы түрде өте аз. Сол себепті бастапқы стадияда майнинг жасайтын адамдар өте үлкен табысқа кенеледі. Ол жерден осыған табыс бере қояйын деген тұрғыдан қарамайды ешкім. Өзі заңдылық сондай. Адам саны көбейген сайын әр адамның үлесі азая береді. Бұл майнингтің фундаменталды заңы. Егер сізде бір жерде осындай қазір проектілер көбейіп кетті ғой, жобалар, алаяқтық тұрғыда осылай майнинг жасайсыңдар, өстіп адам шақырсаң сенің нең көбейеді десе, ол майнинг емес, ол фундаменталды заңдылыққа қайшы келеді, оның бәрі азаю керек. Әрбір үлесің уақыт өте кете азаю керек, бірақ қымбаттаудың есебінен ұтымды болу керек. Енді бұл жерде сенімді болу үшін, жаңағы сенімділікіне ешкім блоктай алмау үшін, жаңағы хакерский атакаға төтеп беру үшін мынандай идея келді. Бұл орталықтандырылмаған болу керек. Бір кісінің қолында емес. Иә, бір кішінің, бір жүйенің қолында болса, онда өзінің әлсіздігі болады. Ал егер әрбір адам жеке-жеке бір жерден бір жерге ақша, биткоин жібердім деген кезде, оны бірнеше ондаған адам әртүрлі жерден растағанда барып сол жіберіледі деген ақпарат сақталатын болса, оны бұзу үшін ананың бәрін бұзу керек болады хакерге. Ал оның бәрін бұзу жаңағы жіберген биткоиннан қымбатқа түсетіндей етіп істеп қойған. Былайша айтқанда, кейде бір киноларда, бір десек киноларда болып жатады ғой. Бір сейфке ақша қояды да, соң айтады, бұның кілті 10 адамның қолында. Анаған 10 цифр қоялық дейік. Әрқайсысын айтады. Бірінші сенде мысалы 18 деген, болмаса айтып, бір цифр болса, сенде 7 болуы мүмкін. Менде 3 деген цифр, тағы біреуде 9 деген цифр. Бәрі келіп әрқайсы өзінің цифрын қойғанда, ана сейф ашылады. Егер болмаса ашылмайды деген сияқты бүкіл адамның қолына беріп тастаған, бұл шынымен ақшаны құнсыздандырудан, есепсіз басып шығарудан, ақшаның мысалы сіздерге де қызық қой, мысалы ақшаның құнсызданбауы. Соны не алып қояйын дейсің, мысалы. Үй алып қояйын дейсің, кейде үйге ақшаң жете бермейді, қымбат тұрады. Көлік алып қойсаң, оның құны түседі. Үйге алып
сақтап қойсаң ұры түсуі мүмкін, болмаса ақшаның құны кетіп қалады, үйде жатады. Сондықтан қайда ұстаймын дегенде белгілі бір өте сенімді, құнын жоғалтпайтын жерге салып қоям десе, мен шындығын айтайын, бұл жерде менде осында ешқандай коммерциялық осыдан пайда таба қоям деген үлкен қызығушылық жоқ. Мен Ерлесті көп жыл бойы танимын, өте адал, арам ниеті жоқ, адал адам, азамат ретінде және өзі математика ретінде өлшеп пішіп жасайтын адам ретінде танып, соған былтыр біраз қаржы салып қойдым. Қазір енді мен бос қаржым болса, соған апарып қорықпай салатын едім. Өйткені әбден зерттеп көзім жетті. Менің үлкен жобалар ашып жатырмын, соған қаржы жеткізе алмай жатырмын. Былай қаржым бар, бірақ инвестиция жасап жатырмын да өз кәсібіме. Сондықтан мынаған ақша салуға менде жетпей жатыр. Ал енді мен бауырларыма, қарындастарыма, балаларыма осыны насихаттап жатырмын. Салыңдар, осылай кетті заман. Енді қайту жоқ деп. Енді сіздерге де мен нақты бұны жарнамалауға менің қақым жоқ, бірақ мен өзім айтатын едім. Бос ақшам болса, әрқайсысын осыған салатым, өйткені жарты жыл бұрын салған ақшам 2 есе өсті. Ал енді жаңа айттық қой, әрбір мемлекетте жаңа ақшаны шығарған кезде онда бет албаты басып бұрқыратып шығара бермейсің ғой. Онда золото-валютный запас дейді. Алтынмен мына жақта қамтамасыз етіліп қою керек. Яғни біздің Қазақстанда айталық 10 триллион биыл өнім өндірілсе, соның үшін өндірілді, соған сәйкес ақша шығу керек. Егер 10 триллион өнім өндіріліп 5 триллион ақша болатын болса, онда халық ақша болмай қалады сатып алуға. Қосымша өнім өндірілді. Ал егер 10 триллионға өнім өндіріліп 20 триллион ақша шығарып тастаса, онда анау жетіспей қалады, және анау қалған артық шығарып жүрген ақшада негіз жоқ онда. Оған бір салып қойған алтының жоқ, соны бағалайтын. Өйткені артық шыққан ақшаға аны алып қою керек еді. Бұл жерде қалай құнын жоғалтып алмауына қандай бір кепілдік бар? Бұл биткойнның механизмі жалпы бізде адамзаттың тарихында, ақшаның тарихында алтын ақша айналымында болған кезде біздің эрамыздан шамамен 2000 жыл бұрын басталды, 15 ғасырға дейін. Сол кезде нағыз орталықтандырылмаған жүйе болды. Ол кезде алтын өйткені өндіру өте қиын болды, бірақ өндіруге әркімге ешкімге кедергі болған жоқ. Және артық инфляцияға ұшырамайтын, және бір текті кімде қанша алтын бар, ол бір жүйеге бағынбаған, нағыз орталықтандырылмаған жүйе болды. Енді соның қандай да бір аралықтарда, енді деталін айтсам ұзақ болып кетеді, шарт түрде алтын дей салайық. Алтынды бір жерден бір жерге тасыған жоқ, ол жерде информация арқылы берді бірнеше адам. Мен ана адамға 5 тілде алтын бердім деп, солар жазып қояды. Алтын белгілі бір орталықтарда тұрады әр жерде, ол өзгермейді. Сөйтіп олар жеңілдетті. Мына биткойн тура алтынның сол екі жағдайдағы жаңағы интернетке әкелген форматы ғой. Сонда алтынның ар жағында алтын ештеңемен қамтамасыз етілмеген. Алтынның жаңағы өзінен тұрмысқа пайдалы жаңағы қару-жарақ деген сияқты зат жасауға келмейді. Бір текті 1 грамм алтын мен 1 грамм алтындан айырмасы жоқ. Міне биткойнда тура сол мағынаны алды ғой. Егер алтын бір зат жасауға келетін болса, онда алтын болмай қалатын еді. Мәселе сода. Ал саны шектеулі болғаннан кейін әрбір халвинг деп аталады, 4 жылда азайып отырғандықтан адамның саны біртіндеп көбейіп отырады. Сол себепті ол инфляцияға төтеп береді. Инфляциядан тіпті озып кетеді. Озып та жатыр. Көптеген фундаменталды валюталардың, монеталардың бәрі инфляциядан озып жатыр ғой. Менің енді мына көрермендерге жанашыр ретінде осы шындығын айтайын, енді тек қарынның емес, болашақтың, ұлттың да қамын ойлау керек қой. Сонда мен мысалы робототехника, жасанды интеллекті күндіз-түні қақсап айтам, бәрің жасанды интеллекті қазір отырғандар меңгеріңіздер. Егер 21 ғасырда сенің бизнесің интернетке кірмесе, сенде бизнес болмайды деген. Мен кейінгі 10 жыл бойы осыны айтып келдім. Мен де айтам, ары қарай балам өзім нан тауып жеймін десең, жұмыстан айырылып қалмаймын десең, жасанды интеллект меңгер. Ол үшін маған ешкім ақша төлеп жатқан жоқ. Мысалы қазір Израиль мен Иранның арасындағы соғыс, Украина мен Ресейдің арасындағы соғыстың бәрін жасанды интеллект шешіп жатыр. Мұздай қаруланған әскерді жіп-жіңішке саусағымен 18-20 жастағы қыздар отырып дрон арқылы быт-шытын шығарып қырып жатыр. Сол сияқты енді Қазақстанда қазір жасанды интеллектті меңгеріп дрон жасамаса, түрлі осы басқарылатын
цифрмен басқарылатын технологиялар жасалмаса біз көште қалдық деген сөз. Дәл солай ақша нарығында да бір кездері айтқан бұл уақытша, бұл пирамида, бұл құлайды деген. Мысалы Американың президенті Трамптың өзі осы биткоинмен біраз ақшасын сақтап және биткоинді қолдап жатыр ғой. Иә, біздің мемлекетте қолдап жатыр. Мысалы ұлттық банктың төрағасы Қазақстанда ұлттық қордың бір бөлігі ретінде, резерв ретінде осы криптовалютадан арқылы жинауға тапсырма беріп жатыр, қаулы шықты. Криптокарталар шығарыңдар деген қаулы шығып жатыр. Қазақстанда жаңа төлем түрі пайда болады. Азық-түлік басқа да қызметтерге криптовалютамен төлем жасалады. Бүгін Астана халықаралық форумында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Цифрлық технология халықаралық форумда көтерілген тақырыптың бірі. Ендігі мақсат елімізді Еуразиядағы жетекші IT хабқа айналдыру. Осы орайда қуаттылығы жоғары суперкомпьютер іске қосылып, криптовалюта төлем құралы ретінде қолданылады. Игі бастама Криптосити пилоттық жобасы арқылы іске аспақ. Өткенде президентіміз бір сөзінде бірінші үйінен бастап осы криптовалюталарға байланысты енді әртүрлі қылмыстық істер болып қалуы мүмкін ғой, солар тоқтатылсын деген бір қаулы шығарды. Міне солардың бәрі осы біздің елдің өзі жаңа Америка емес, осыған бет бұрудың жаңа белгісі, нышандары пайда болып жатыр ғой. Осы жылы қатты болды. Осыны көріп отырған ағайынға айтарым, біз үнемі ерте туып кеш қалып жүреміз. Басында мен енді кез келген жаңа шыққан нәрсеге адамдардың бір түрлі сенімсіз күмәнмен қарайтын заңды. Бұл не екен? Өйткені қазір алаяқтық көбейіп кетті. Басында мен осыны айта бастаған кезде менің балаларым, былайша айтқанда жоғары білімі бар, кәсіппен айналысып жүрген, солар да айтқан, әке, бұл немене, бұл алаяқтық деген сияқты да. Мысалы шетелде оқып келген балаларым, Америкада, Англияда оқып келген балаларыма дейін күмән білдірді. Дегенмен мен біраз ақша салдым. Содан кейін олар көздері жетті қазір. Мысалы міне карточка, виза. Мынау менің халық банк карточка, міне қараңыздар. Мынау халық банкінің карточкасы. Ал енді мынау өткен жолы Ерлес айтты, міне аға, Wi-Fi-дің карточкасы, жаңа криптовалютаның карточкасы. Мынау менікен кәдімгідей ақша төлеп, бір жерден тамақ ішем ба, не сатып алсам, ақша төлейтін мүмкіндік пайда болды. Және осыған менің енді әбден көзім жетті. Осы арқылы кейін кезде сен өзің айналыса бастаған қанша уақыт болды? Қаншама сенімділік сенде нық туып жатыр, және қаншама адамдар осыған қарай қазір бет алып, бағыт алып жатыр. Мен басында енді ең басында орталықтандырылған биржалармен жұмыс істедім. Олар орталықтандырылған. Ол жерде де менің ақша, менің ережем деген толық жүрмейді. Крипто биржаларда айтам. Одан кейін орталықтандырылмаған биржаларға, DeFi сектор дейді, соларда жұмыс жасай бастадым. Негізгі адамдар сенімді жұмыс істеу үшін солармен жұмыс істейді. Бірақ өте күрделі, үйрену өте қиын орталықтандырылға қарағанда. Одан кейін мен орталықтандырылмаған криптобанк бар ма екен деп іздедім. Яғни кілті бір кісінің қолында емес, бәленбай мың адамның қолында. Биржалар көп, орталықтандырылған биржалар да көп, орталықтандырылмаған биржалар да көп. Сөйтсем, жалғыз бір банк енді туындап жатыр екен. Сонен ол банктың өзінің нативтік туған баласы деген сияқты. Туған өзінің бір токені болу керек. Кезілген биржада бар ғой. Ол токені орталықтандырылмаған болса, әдетте майнинг арқылы пайда болу керек. Соны іздеп едім. Сол жаңадан басталып жатыр екен. Енді мен әртүрлі сол криптаның тарихынан білем ғой. Бастапқы стадиясында өте пайдалы болады. Сол кезде жол картасын көрдім. Осындай виза картасын шығарамыз, кастодиалды емес карта шығарамыз. Содан кейін акцияға ауысады, биржаға шығады дегенде мен көрген кезде солардың біреуі жоқ болған. Мен бірақ ана кастодиалды емес карта шығарады дегенге күмәнім болды. Оны қалай шығарады? Кастодиалды емес деген не ол? Кастодиалды емес деген белгілі бір органға тәуелсіз. Сіздің мысалы банковский картаңды кез келген уақытта банк блоктай алады ғой. Белгілі бір жағдайлар. Халық банк, или болмаса Каспий банк емес. Кастодиалды емес, ондайға бағынбайды. Ешкім блоктай алмайды. Ешкім блоктай алмайды, бір сөзбен айтқанда, блокқа түспейді, және осындай. Мысалы мен кредиттен бір жерде қарызым болса, болмаса бір айыппұл салып тастаса, соны төлемесе мен картамды банк бұғаттап тастайды. Бұғаттау функциясы бар, бұғаттай алады. Бұл жерде сенің ақшаңа ешкім тиісе алмайды өзіңнен басқа. Одан кейін бастапқы кезде майнинг шынымен мен күткендей өте тиімді болды. Одан кейін биржаларға шыға бастады. Токеннің бағасы ақырын биржада өсе бастады. Одан кейін біртіндеп жаңағы осы бірер ай болды, картасы шықты шынымен. Картасымен шынымен төлей аласың. Кезілген жерде банкоматтан
қолма-қол ақша шеше аласың. кәдімгі карточка бар. Қалтаңда бар ма сондай карточка? Пластикасы әлі шыққан жоқ, тек мына виртуалды телефон арқылы банкоматтан да шыға береді ғой. Шетелде де көрдік, шетелде әсіресе тиімді болады. Екіншіден, ол жерде ақша дөрекі түрде айтқанда доллармен жатады, теңгемен емес. Үшіншіден, оған стейкинг дейді, жаңағы депозит бізше. Үстінде процент жоқ. Ол криптовалюталардың стейкингі әдетте депозиттен көп болады. Ол жерде ақша аспаннан келмейді. Банктерде де сіз ликвидность берген ақшаңызды олар ликвидность дейді, соған пайдаланады. Әртүрлі шетелдік трансшекаралық аударымдарда сіздің ақшаңызды пайдаланады, одан үлкен комиссия алатын кездері болады, бірақ ол комиссияны салымшымен бөліспейді, өйткені орталықтандырылған жүйе. Ал криптоиндустрияда смарт контракттардың бәсекесі ғой. Яғни әртүрлі программисттер смарт контракттар жасайды, кім көп үлесім береді, соған кетіп қала береді клиенттер. Сол себепті ол жерде бізше депозит деп айта берейін, бірақ ол жерде депозит деп айтпайды. Депозиттің пайызы доллармен шаққанда 20-30%-ға дейін бара береді. Мысалы, доллардың банк жүйесінде 1-2%-дан аспайды ғой, онда да табылса, ал ол жақта бола береді. Яғни ақша аспаннан келмейді, сіздің ликвидностьқа пайдаланған ақшаңыздың комиссия алғанда сол сіздің үстіңізге 90%-ін сізге беріп отырады ғой. Жақсы ерлес, бізді көріп отырған негізгі қаржылай сауаттылығы бұған көп адамдардың жете бермейді деймін. О жағына ешкім басын қатырғысы келмейді. Біз қарапайым тілмен айтуға тырысайық. Сонымен алдымен банк ашылды да? Банк осы банктың арнайы ашылғанына бір ай әлі болған жоқ. Бір жыл бойы дайындық жұмысы болды. Енді мысалы криптовалютаның тарихына бұл банктың қатысы бар, айта кетейін. Капитализациясы жөнінен мысалы 20-30 миллион токен бар болса, соның бірінші орында биткоин тұрады. Екінші орында эфир деген монета тұрады. Үшінші орында USDT деген криптодоллар тұрады. Ал сол USDT-ді осыдан 12-13 жыл бұрын Tether деген компания Рифколнис басшысы болып, сол мүмкін емес деген нәрсені ашып, криптоиндустрияға үлкен революциялық сілкініс әкелген. Сол USDT пайда болғаннан кейін резко криптоиндустрия қатты дамыды. Трейдинг пайда болды, арбитраж пайда болды, сауда саттық оңай болды. Ортада USDT бар. Сол USDT-ді шығарған адам әлемде 3-ші орында тұрған. Мына банктың жаңағы не деп айтады, басқарма төрағасы болды. Сол тұрғыдан ол деген үлкен сенімділікті білдіреді. Үлкен маман баяғы крипто әлеміне өзгеріс әкелген маман осыны басқарып отыр. Осыны басқарып отыр. Және визамен тікелей байланысты. Ешқандай жаңағы криптовалютаны виза карточкаңда тұрып, бүйтіп төлей беріп, банкоматтан шығара салу үлкен лимитпен ондай бұған дейін болған емес. Тағы да адамдар енді бір авторитетке сенеді ғой. Жаңа айттық, Трамп, мысалы, Путинді Ресейді қолдап отыр. Қазақстанда небір мықты миллиардер алпауыттар, мысалы Қазақстанда электр энергия жетіспейді деп атады. Қайда кетеді десеңіз, осыған майнинг жасап жатыр. Анау Екібастұздың қасына электр энергия сол жерде арзан болғаннан кейін, сонда менің естуімше Өтемұратов сияқты миллиардерлердің көбі осыған ақшаны салып тастаған. Болат Назарбаевтарда. Олар енді миллиардер болғаннан кейін олардың мықты кеңесшісі бар. Олар ақшаны қандай сенімді жерге ұстауды біледі. Ақымақ емес қой $миллиард тапқан адам. Сондықтан мен осыны көріп отырған қарапайым қазақтарға айтатыным, кішкене көзіңізді ашып, осы әлем қайда кетіп бар жатыр, мына қаржы нарығы қайда кетіп бар жатыр, қай жерге біраз болсын ақшамды салып қойып, соны былай көбейтсем болады, интеллектуалдық өзімнің білімім арқылы қалай ақша тапсам болады деген ойды ойлаңыз деп айтқым келіп отыр. Сонымен өзі біздің Қазақстан айтайықшы, заңды түрде біздің ұлттық банк бұны мойындады. Мемлекеттің ақшасының біраз бөлігін осы жерде ұстап отыру керек деп қаулы қабылданды. Президент те мойындап отыр. Яғни бұл біреудің ойлап шығарған бір пирамида ештеңкесі емес, бұл әлемнің елдерінің президенттері мойындаған бұл заңды қаржы айналымы. Басында банк қарсы болды ғой бұған. Әрине қарсы болды. Банктың пайдасына бұл қол сұғып жатыр ғой. Көп адам осы криптовалюталар банктың бақшасына кіріп кетіп отыр ғой. Бақшасына кіріп кетіп отыр. Көп адамға банкпен жұмыс жасағанға қарағанда бұнымен жұмыс жасау әлдеқайда ыңғайлы, тиімді болғаннан кейін етіп жатыр. Мысалы, бұл жерде мына банктың ашылуына түрткі болған идея былай болыпты өзі. Негізгі жұмыс тобы дейді ғой, Дубайда басталған. Дубайда көптеген индустар жұмыс дейді ғой. Қара жұмыстарды. Солар семьясы, мысалы, Индияда негізі сөйтіп бір табыс табады, оны семьясына жіберіп отырады ай сайын. Сол кезде $10,000 жіберу үшін Вестерн Юнион арқылы $1,000 шығынға кетеді.
Western Union $9.000 кетеді. Ал егер криптовалютамен жіберсе $10.000-дан бір $10 ғана кететін еді. Сол себепті сол кезде неғып сол сияқты адамдар тікелей ақшасын ортада бір қандай да бір көпір болып семьясына жібере салып, ол жақта өзінің Индияның, Үндістанның өзінің ақшасымен ала салатындай нәрсені істемеске дегеннен шыққан ғой. Былайша айтқанда, кезінде фото шығару үшін оған үлкен керемет фотоаппараттар керек болды, проявитель керек болды, онан кейін ананы фотоны шығаратын түрлі қондырғылар керек болды. Оған көптеген фиксаж, проявитель, химикаттар керек болды. Қазір цифр болғаннан кейін басасаң, 1 секундта анау көзімен көре қаласың. Дәл сол сияқты бір жерде тұрған ақшаны ұлып еткізіп 1 секундтың ішінде арасына 1% қосып бере салу. Мүмкін 0,1% қосып жеткізе салу деген әңгіме болып отыр ғой. Осыны адамдар жасады. Былайша айтқанда қазір мысалы сізді біз көріп отырсыз. Осыдан 30-40 жыл бұрын бұндай хабарды түсіру үшін телеканал болады. Соған барып, бәленбай оператор, жаңа ғана мені бір 31-ші канал шақырды, сағат 10-да шақырған, сағат 12-де түсіріліп болмайды да. Анда отырсам, анау шығып ап, қыртынбақай әңгіме, соңғы мен тұрдым да, ақырын кездесуім бар деп кетіп қалдым. Сонда соларға айттым, көрінген қолында телефоны бар тиктокер түсіріп жатқан нәрсені бір құр адам болып 2 сағат бізді мал сияқты қамап қойып не істеп отырсыңдар десем, әкелер ренжиді. Айттым, сендердің замандарың өтті. Сол сияқты да банк, мысалы ютубты қазір ешбір телеканал бұғаттап, онымен біз бәсекелес, бұларды заңсыз деп тоқтата алмайды. YouTube тоқтату мүмкін емес. TikTokты, Instagramды, Facebook тоқтату мүмкін емес. Дәл сол сияқты мемлекеттік банкілер, екінші деңгейде халық банк, Каспий банк, ойбай мынау болмасын, крипто болмасын деп, оны тоқтата алмайды. YouTube тоқтата алмаған сияқты. Бұл әлдеқайда тиімді. Мысалы бізге телеканалға барып, қырған ақша төлеп, кезекке тұрсаң, 1 жылда бір хабар түсіресің бе, түсірмейсің. Аманда студияға келдік те, өз каналымызды ашта шығара береміз, болды. Сіз де сөйтіп істей аласыз. Ақша нарығы да дәл солай болып бара жатыр. Кейде адамдар бүйтіп ойлайды, әдетте орталықтандырылған жүйеге үйреніп қалған адам. Бұл банк мысалы қазір 5%-ке дейін акциясын таратып жатыр ғой. Бұл неғылған май шелпек, бұл жерде бір гәп бар дейді. Бастапқыда майниктің табысы өте жоғары болып жатыр. Оны бұл неғылған май шелпек, бұл жерде пирамида ғой дейді. Енді бүкіл 2009-дан бері тарихтасаң, басында биткойнды майнинг жасағандар қырғын пайда тапты. Binance биржасы 2017 жылы өзінің токенін шығарған кезде BNB деген. Сол жерге жай ғана регистрация жасаған адамға 10.000 токенге дейін BNB ол кезде құны жоқ болатын. Тегін берді. Бір әрекеттер жасаң, ал сол 10.000 токенді алғандар қазір бірнеше миллион соны сақтаған болса, бірнеше миллион долларға сата алатын еді. Ондайлар крипто индустрияда airdrop дейді, үнемі болып отырады, тегін алатын. Бастапқыда рекламалау үшін, белгілі бір комьюнити жинау үшін. Тура мына банкте де сол сияқты қазір акциясын өте арзан бағаға алудың мүмкіндігі жүріп жатыр. Өйткені бастапқы жағдайда сондай болады. Әбден қалыптасып алғаннан кейін пайданың маржасы дәл ондай болмай қалады. Ол өз заңдылық. Сонымен құрметті ағайын, бүгін бір қысқа әңгімені осымен мен кішкене тоқтатқым келіп отыр. Өйткені сіз қорытып алыңыз. Бұл қазір осы көріп отырған хабарды бірнеше рет көріңіз. Содан кейін қаржы саласында жүрген, банкта істейтін экономист, финансист таныстарыңыз болса, соларға жіберіп, солармен ақылдасыңыз. Қазақ айтады ғой, 7 рет өлшеп, 1 рет кесу керек. Сондықтан осыған бір қаржы салып, жаңа заманауи ақша нарығына кіргіңіз келсе, бұны екшеп, өлшеп алыңыз. Енді мен Ерлеске өтініш жасадым, жаңа қазақ деген каналды аштым. Соған әлемде қандай ғылыми жаңалықтар болып жатыр, соны қазақ халқына құлағдар ету, бір бағытты көрсету. Енді бұны кішкене біз қысқа хабарда бәрін түсіндіріп бере алмаймыз. Сіз егер бұны 1 сағат түсіретін болсақ, соны қорыта алмай қаласыз. Өйткені бұл нарықта сіз көп ақпарат сізде болмағандықтан, сондықтан осы хабарда біз не істегіміз келді? Не айтқымыз келді? Бұл хабарда біздің айтқымыз келгені осындай нарықта, әлем нарығында, қаржы нарығында осындай жаңа ақша пайда болды. Бұны әлемнің президенттері мойындады, ұлттық банктер мойындады. Карта шықты, банк ашылды, және де бұл енді тарап жатыр. Мысалы, бұл өте тиімді. Осыны біз қазақ халқы тағы да бір кеш қалып қалмас екен деген ниетпен айтып жатырмыз. Егер де осы сізді қызықтырса, келесі хабарламаларды міндетті түрде көріңіз. Оның кейін мен Ерлеске өтініш айтып отырмын. Ерлес, сен осы жайлы бір Zoom арқылы, болмаса Instagram арқылы тікелей эфирде
халықтың көкейінде қандай сұрақтар болса жауап беруге дайынсың ба? Дайынмын ғой, иә. Дайын болса, осы жерге біз міне Ерлестің телефонын қазір салып қоямыз. Соған WhatsApp-на жазыңыздар, әрқайсыңызға жеке-жеке емес, мүмкін жинап бір Ақпарат беру ғой менің. ақпарат Жай ғана жинап ақпарат беру. енді осы салада сауаты бар, осы саланы жетік білетін маман ретінде сен жақында Тайваньға ма қайда барып келдің? Таиландқа. Таиландқа барып, осыларды ұйымдастырушылардың жинаған Сонымен жекелей көзбе-көз кездесіп, бүкіл әлемнен жиналды да? Иә, бүкіл әлемнен жиналды, иә. Келді, сол жайлы сізге толық ақпарат береді. Егер сіз шынымен заманауи заман қайда кетіп бара жатыр, заман қалай болса бөркін солай ки дейді ғой. Ала келесі хабарда біз осы жаңа ашылып жатқан DeFi, жаңа биткоиннің қандай да бір ерекшеліктері бар. Бұның акциясын қалай сатып алуға болады, акционер болып. Бұл арқылы мысалы шетелге шыққанда ақшаны қалай қолдануға болады. Бұның тағы қандай артықшылығы бар, сол жайлы әңгіме қозғаймыз. Жаңа Қазақстанды жасайтын жаңа қазақтар, сондықтан біз жаңа заманауи технологиядан, жаңа білімнен құр қалмайық. Бір кез айтады ғой, білекке сенген заманда ешкімге дес бермедік, білімге сүйенген заманда көштен қалып жүрмелік деп Абылай атамыз айтқан дейді, қандай да білімді адам айтқан шығар. Сондықтан қазір білімге селетін заман, қаржылай сауаттылық бәрімізге керек. Келесі хабарда кездескенше сау, саламат болыңыздар.